Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен ing формасының қолданылуын үйренетін боламыз. Бірінші менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Алдағы сіздерге пайдалы деген видеолармен бөлісетін боламын. Ағылшын тілінде ing 4 түрлі жағдайда қолданылады. Бірінші, түбірі етістікті зат есімдер. Екінші, present continuous. Үшінші, gerundy. Төртінші, бірінші типтегі жіктік жалғаулар. Бірінші, түбірі етістікті зат есімдер олар. Мысалы, түбірі етістік, sing өлең айту, ал singing өлең айтқанды, нені өлең айтқанды болып аударылады. Мысалысын қарасаңыздар. He sings very well. Ол өте жақсы өлең айтады. Не істейді? Өлең айтады. My hobby is singing. Менің хоббиім не? Өлең айту. Яғни бұл жерде түбірі етістік зат есім бұл gerundy болып есептеледі екен. Мысалы үшін run, running, жүгір, жүгіргенді, жүгіргенді, read оқу, reading оқығанды, listen тыңдау, listening тыңдағанды, sleep ұйықтау, sleeping ұйықтағанды болып аударылады. Яғни етістіктен зат есімге ing формасын қосу арқылы жалғаймыз. Кез келген мысал құрап кете берсеңіздер болады. Бұл ing формасының қолданылуының бірінші формасы, бірінші түрі. Келесі ол present continuous, оны барлығымыз білеміз. Дәл қазір істеліп жатқан іс-әрекет, оған автоматты түрде ing формасы қолданылады. Мысалы үшін I am singing, мен өлең айтып жатырмын. I am singing, мен өлең айтып жатырмын. He is reading now, ол қазір оқып жатыр. They are speaking, олар сөйлесіп тұр. Дәл қазіргі іс-әрекет. Gerundy, достар, gerundy ағылшын тілінде өте бір үлкен сөз таптарының түрі. Ол да түбір етістік зат есімдермен қолданылады. Жаңағыдай I like swimming деген сияқты, мен жүзуді ұнатамын деген сияқты. Бірақ бұның бір ерекшелігі, ағылшын тілінде бір топ етістіктер бар. Сол етістіктерден кейін түбір етістікті зат есімдер келсе, жаңағы singing, reading, running дегендері келсе, онда біз оны gerundy деп атаймыз. Ал енді gerundyді жаңағы түбірі етістікті зат есімдердің алдында келетін сөздердің қатарымен сізге көрсетейін. Қараңыздар. Admit, avoid, carry on, consider, delight, deny, discuss, enjoy, escape, finish, imagine, involve, look forward to, postpone, resist, suggest, understand. Осы етістіктер келсе, одан кейін түбір етістіктен болған зат есімдер, мысалы answering, түбірі етістік, answering уже зат есім болып кетеді. Осылар келсе, ол gerundy болады екен. Мына етістіктер келеді, admit келеді, avoid келеді, discuss келеді, deny, delay келеді де, одан кейін түбірі етістікті зат есімдер келсе, онда ол бізді gerundy болып аталады екен, достар. Мысалы, I avoid, қараңыздар, avoid деген қашқақтау. Міне жаңағы gerundyдің етістігінің қатарында бар. I avoid answering embarrassing questions деді. Мен ыңғай сұрақтарға жауап беруден қашқақтаймын. Бұл жерде avoid қашқақтаймын. Неден? Жауап беруден. Қандай сұрақтардан? Ыңғайсыз сұрақтардан. Жауап беруден қашқақтаймын, Avoid етістік, answering жауап беруден. Неден? Жауап беруден. Етістікті зат есім болып есептеледі. Ал he often delays doing homework. Ол үнемі үй жұмысын кейінге қалдыра береді. Үй жұмысын жасауды кейінге қалдыра береді. Delays, мына мысалын қараң, delay кейінге қалдыру. Бұл жаңағы етістіктердің қатарында бар екен. Ал doing түбірі етістікті зат есім. Яғни ол үнемі кейінге қалдырады. Нені кейінге қалдырады? Үй жұмысын жасауды, Нені? Үй жұмысын не істеуді? Жасауды. Яғни осылай қолданады екен. Төртінші, бірінші типтегі жікті жалғаулар, олар көбіне participle one мен қолданылады. Participle one дегеніміз етістікке ing жалғау арқылы жасалады есімшенің түрі. Өзі екі түрі бар оның. Participle one ing жалғанса, participle two ed жалғанады. Ол жерде participle one мен қолданылады екен. Қашан қолданылады екен? Ол параллельно дейді ғой.
бір уақытта бір жұмыс істеп жатасың, параллельно екінші жұмыс істеп жатқан кезде бір уақытта қатар екінші іс әрекет істелініп жатса, ондағы нақты іс әрекетті көрсетеді. I often call my friends while walking in the park. Мен паркте жүрген кезімде достарыма жиі хабарласамын. Иә? Қашан хабарласамын? Паркте жүрген кезде. Не істеймін? Хабарласамын. While walking. Не істеп жатқан кезде? Жүрген кезде, серуендеп жүрген кезде мен достарыма хабарласамын. Бір сәтте екі іс әрекет қадағар жүріп жатса, осы кезде де participle one менен герундидің 4-ші формасы қолданылады екен. Достар, осы сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Түсінікті болса, комментарияға өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге қажет болады деген видеоларды салып отырамын. Оқыған озады. Білімдеріңізбенен көптеген белестерді бағындыруларыңызға тілектеспін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Менен жақсы видеолар күтіңіздер.